Бәріңе сәлем. Келесі біздің тақырыбымыз ол қабыну. Қабыну немесе инфламация. Қабыну немесе инфламация бұл бізде организмнің белгілі бір бөгде, сырттан түскен бөгде заттарға қарсы бір иммундық реакциясы. Бұның жаңағы жедел созылмалы түріне жатуға болады ағым бойынша, және құрамындағы бөлінетін эксудатқа байланысты оның тоже түрлері ажыратылады. Бұның қабынудың негізгі 3 фазасы бар. Бірінші фазасы ол бізде альтерация. Екіншісі эксудация. Үшіншісі пролиферация. Альтерация дегеніміз ол зақымдану. Зақымдану фазасы, мысалы, теріні алсақ, міне тері. Терінің белгілі бөлігі зақымданды. И осы зақымданған аймаққа, яғни барьер бұзылды. Сол барьерге бізде сырт қортадан инфекция түседі. Мысалы, мына жақта бактерияны қояйық, мына жақта вирус дейік. Мынау вирус, мынау бактерия. Осы инфекция мына жерге түседі де, осы қабыну ошағында, яғни зақымдалған ошақта бізде көбейе бастайды. Мына жерде инфекцияның көбеюі болды. Енді осы көбею аймағында бізде организмнің бірінші реакциясы, ол не істейді? Қан тамырларын кеңейтеді. Яғни қан тамырларының диаметрі өседі, бізде гиперемия. Гиперемия деген толағандылық, көп мөлшерде қан келді. Формалық элементтер мына жерге жинала бастайды. Мына жерде өткізгіштік артты, формалық элементтер мына аймақты қоршайды. Макрофагтар, лейкоцитер, нейтрофилдер, қоршайды, қабыну басталады. Сонда мына терінің беті томпаяды, мына қабыну ошағы. Осы кезде қабынудың белгілері пайда болады. Томпаюы, қызарды не себепті? Жаңағы гиперемия нәтижесінде қыза бастайды, жергілікті температурасы қыза бастайды. Ол жаңағы қан тамырларының гиперемиясы, томпайды ісінді, оның ішінде сұйықтық бөлінді, сол себепті ол томпая бастайды. Ауырсыну пайда болады, және жергілікті функцияның бұзылуы. Жергілікті функция жаңағы барьерлік функциясы бұзылды. Формалық элементтер жаңағы некрозға ұшыратты, и ол жерде тағы да басқа да қан айналым және регенерация функциялары бұзылады. Енді бұл функциялардың бәрі жаңағы 5 белгісі пайда болды, қабынудың 3 фазамен жүреді. Альтерация зақымданды, келесі эксудация, яғни осы жерде мына нейтрофилдер, макрофагтар, жаңағы бактериялар болса бактериялар, вирус болса вирустарды не істейді? Жұтап қорыта бастайды. Получается, бізде бактерияға қарсы бөлінетін ол бізде лейкоциттер көп болады, лейкоциттарының инфильтрация. Ал егерде вирусты болатын болса, ол жерде лимфоциттер көп мөлшерде жинала бастайды. Енді бұлар барлығын жояды, эксудат бөледі. Егерде вирусты инфекция болса, эксудаттың құрамы макроскопиялық көзге көрінеді, ол бізге прозрачный болады, мөлдір сұйықтық болып көрінеді. Ал бактериалды жаңағы қабыну болған кезде, лейкоциттер бактерияны жойған кезде, ол жерде сливки тәріздес ірің бөлінеді. Ол эксудаттың құрамы бойынша, яғни вирусты және бактериалды ажыраттық. Пролиферация деген сөз, мына процестің барлығы, енді организм күресті, инфекцияны жойды, барлығын шығарып жерді. Шығарып жергеннен кейін мына жерде регенерация басталады, және дәнекер өсу болады, жасушалар көбейді, және инфильтрат өзгере бастайды. Инфильтраттың құрамында жаңағы фибробласттар көбейеді, регенерациялық жасушалар көбейгендіктен соны пролиферация кезеңі дейді. Бірақ пролиферацияны басқаша тағы да бір жеке қабыну ретінде қарастыруға болады. Ол бізде продуктивті қабыну деп атайды. Бұған бізде гранулема түзіп қабынатын патологиялар жатқызамыз. Ол мысалы туберкулез, сифилис, сап деген ауру бар, брюшной тиф деген бар, іш сүзегі, риносклерома деген патологиялар бар. Осы патологияларды бізде продуктивті немесе пролиферативті қабыну фазасы басым жүреді. Ал мына іріңді, вирусты, серозды қабынулардың барлығы эксудация фазасымен басым жүретін қабынулар деп ажыратамыз. Бұл қабынулардың соңы немен аяқталады? Егерде қабыну ошағы көп мөлшерде немесе көлемі жағынан үлкен болса, ол жерде дәнекер тыртықтанып басылады. Ал егерде ол шырышты қабаттың беткейін ғана қамтып жатса, ол жерде базальды мембрана сақталатын болса, ол толықтай регенерацияланып, жаңағы қалпына келеді. Ал продуктивті қабынулардың түрлеріне жаңағы туберкулез, сифилис, сап, гранулема десек, гранулема түссе, оларды біз жеке тақырып ретінде қарастырамыз. Ал қазір айта кететін тағы бір қабынудың түрі, ол бізде абсцесс. Яғни іріңді қабынулардың бір түрі, ол абсцесс. Абсцесс бізде шектелген іріңді қабыну. Яғни шекарасы бар. Оның ішінде іріңді эксудат болады, ірің. Және бұл егерде органға
бір белгілі бір органда, мысалы өкпе деп алсақ, өкпеде ол бронхпен дренироваться етіп тұрса, дренажы болса, бронхпен, онда мынаның ішінде іріңнің барлығы бронхқа түсіп, науқас іріңді қақырықпен жаңағы жөтеледі. Получается, мынаның қабырғасында шекарасы бар, шекарасы оның тұрады. Жедел абсцесс болса, ол пиогенді мембрана. Пиогенді мембранадан тұрады. Ал егерде созылмалы абсцесс болатын болса, оның капсуласы қалың болады да. Созылмалы процесс деп біз айттық, оның барлығы дәнекер тіннің өсуімен жүреді. Получается, мынаның сыртында созылмалы процессте бізде фиброзды капсула болады. Фиброз деген дәнекер тінге қалыңдай бастайды. Бұл абсцесс деген, значит, бізде шекарасы бар іріңді қабыну. Ал егерде дәл осы іріңді қабыну, бірақ шекарасы жоқ, жайылып жатса, оны біз флегмона дейміз. Флегмона. Бұл диффузды іріңді қабыну. Диффузды деген жайылмалы. Диффузды түрі. Фурункул деген іріңді қабыну бар. Фурункул деген, ол, мысалы, түк өсетін жер, шаш өсетін жерлерді алсақ, мысалы, теріде бір жаңағы шаш фолликулының мынаны қабынуын біз фурункул дейміз. Ал егерде дәл осындай, жаңағы теріде бірнеше фолликулдың қабынуын, мынаның барлығының қабынуын біз карбункул деп ажыратамыз. Бұл іріңді қабынудың тағы бір түрі. Іріңді қабынудың тағы бір түрі ол қалыптыда бар, қалыптыда кездесетін қуысты органдар немесе қуыстарда іріңнің жиналуын біз эмпиема дейміз. Эмпиема мысалы плевра қуысында жиналуы мүмкін, перикард қуысында немесе өт қабында, немесе Дуглас кеңістігі деген болады. Ол ерлерде тікішек пен қуықтың арасындағы, әйел адамдарда жатыр мен тікішек және жатыр мен қуықтың арасындағы кеңістікті айтамыз, бос кеңістік. Сол жерде іріңдердің жиналуын біз эмпиема деп ажыратамыз. Бұл іріңді қабынудың түрі.